Сихота Айлинге жақындаған сайын құрылыстың ағаштар жоғалып, оның орнына уақ нәрсеге жарайтын кішірек ағаштар пайда болады. Ең ақырында, өзеннің нақ бас жағында айналасын мүк басқан сирек шырша, балқарағай, майқарағай өседі. Ағаштардың тамыры жердің астына тереңдемей, үстінде көлбек жатыр. Оның бетін жалғыз-ақ сирек мүк басады. Осыдан келіп ағаштардың өмірі ұзақ болмайды. 20 жыл жасаған жас ағаштарды бір адам оп-оңай итеріп құлатып кете береді. Ағаштар басынан шірейді. Кейде ағаштар көпке дейін тамырында тік тұрып ақ шіріп қурайды. Соқтықсаң ақ табанда құлап быт-шыт болады. Мұндай орманның іші қашанда қаңырап тұрады. Еш жерде аңдардың ізі көрінбейді. Құстар да жоқ. Жәндіктердің ызыңы да естілмейді. Ағаштардың көпшілігі сұрғылт қоңыр болады. Мұнда бұталар жоқ. Тіпті құрық құлақтар мен қияқ та өспейді. Қай жаққа қарасаң да айналаң тегіс қаптаған мүк. Жерде аяғының астында, тастардың үстінде де, ағаштардың бұтағында да мүк өскен. Тайганың мұндай жерлері адамды уайымға батырады. Оның іші қашанда жым-жырт. Қу ағаштардың үстінен тек қана ызыңдап жел еседі. Мұндай жерлерді жергілікті жұрт жын ұясы деп атайды. Кешке таман Сихота Айлиннің етегіне келіп тоқтадық. 12 тамыз күні таң ата Дерсу мені оятты. Бір кружка шайды асыға ішіп, казактарға аттарды ерттеп келе беріңдер дедім де, өзім Дерсумен бірге ілгері жүріп кеттім. Сихота Айлиннен өтетін асудың биіктігін өлшеп алғым келді. Казактарды бізді тосыңдар деп белде қалдырып кеттім де, Дерсу екеуміз таудың басына шықтық. Таудың төбесінен биіктен бізге тамаша көрініс ашылды. Баурайдағы жер бейне теңіз сияқты да, таулар тас боп қатқан толқын сияқтанды. Таудың бергі шоқылары таңғажайып әсем тұлғалы болып көрінеді. Арғы жағындағылары ентелей топырлап тұр. Бірақ олардың нобайлары түтін сияқты. Көкшіл мұнарға бөленген. Бұлардан да арғыларының әлде тау, әлде көкжиектегі шоғырмақ бұлт екенін айырып болмайды. Биікте тұрып, тау қатпарларының қалай созылып, өзендерінің қалай қарай ағып жатқанын оп-оңай біліп алдым. Бұл арадағы ісімізді тындырып, Ванго өзенінің алабына түстік те, тағы бір 5 шақырымдай жер жүрген соң, арттағы керелі көліктерді тосуға тоқтадық. Дерсу аяқ киімін жөндеп кигелі кідіріп қалды да, мен әрі жүріп кеттім. Бұл жерде соқпақ 120 градус шамасында доғадай иіледі. Біраз жүрген соң артыма қарасам, өзеннің жағасында Дерсу әлі отыр. Ол мені күтпей жүре бер дегендей қолын сілтеді. Орманның шетіне кіре беруі мұң екен, іле қабандарға тап болдым. Бірақ атуға үлгере алмадым. Олардың қашқан жағын байқадым да, алдарын орай ұмтылдым. Шынында бірнеше минуттан кейін оларды қайта қуып жеттім. Қалың бұтаның арасынан бір нәрсе қараң ете қалды. Сол қарайғанның тоқтаған кезін аңдып тұрып, көздеп мылтықты басып салдым. Сол сәтте адамның айғайы, ауырсынып ыңырсығаны естілді. Қорыққаннан есім шықты. Адамды атып тастағанымды біліп, бұтаның ішіне тұра жүгірдім. Ентелеп келіп, төбемнен ұрғандай тұрып қалдым. Дерсу жерде жатыр. Дерсу, Дерсу! Жан даусым шығып, оған ұмтылдым. Ол сол қолыммен жер тіреп, шынтақтап көтеріле берді де, оң қолымен көзім басты. Мен оны жұлқылап, асып-сасып қорқып, қай жеріне оқ тигенін сұрап жүрмін. Бел ауырады, деп жауап берді ол. Сыртқы киімін жылдам шеше бастадым. Бешпеті мен іш көйлегінің пәре-пәресі шығыпты. Шешіндіріп көрген соң, жүрегім орнына түсті. Оқ жарасы жоқ екен. Жалғыз-ақ бел омыртқаның біреуін оқ жалай өтіпті. Терісін сыдырып кетіпті. Оқ лебі шалған жердің айналасы 5 тиындық бақырдың үлкендігіндей ғана болып,
қанталап қалыпты. Безгек ұстаған адамша қалтырап тұрғанымды мен сол кезде ғана аңғардым. Жарасының жайын өзіне айтқан соң Дерсу сабырлық етті. Менің қысылып тұрғанымды байқап, ол енді мені жұбата бастады. Ештеме етпейді, капитан. Сенде жазық жоқ. Менікі артта болды. Менікі алға келгенді, сенікі қайдан біледі, деді. Мен оны сүйіп отырғыздым да, қабанмен екі аралыққа қайдан тап болғанын сұрай бастадым. Мен қабандарды көрген кезде ол да көріпті. Аңшылық шабыты сол сәтте ақ қозып кетсе керек. Тұра сала аңдарға ұмтылыпты. Мен айналма соқпақпен жүгіргенде жабайы шошқалар төтелеп тартқанды. Сол кезде олардың соңынан қуған Дерсу лезде менен бұрын жетіпті. Оның бешпетінің түсі қабан жүнінің түсі сияқты еді. Дерсу сол кезде бұтаның ішімен еңкейіп жүріп келеді екен. Мен оны аңдеп қалып атып жіберіппін. Оқ бешпетін жыртып, белін шойырылтып кеткендіктен аяқтарын баса алмай қалыпты. 10 минуттан соң аттар жетті. Дерсудың жарасына йод ерітіндісін жағып, бір атты босатып, жүгін басқа аттарға бөліп салғыздым да, босаған атқа Дерсуды отырғыздым. Бұл қырсық шалған жерден әрмен жүріп кеттік. Кешке таман Дерсу аздап тынышталды. Бірақ мен кірерге жер таппадым. Керек жерде жанымды құрбан қылуға міндетті кісімді аттым деген ой жегідей жеп барады. Егер мен мылтықты 1 сантиметр төмен алғанда, немесе қолым сәл дірілдеп кеткенде, Дерсу өлетін еді ғой. Түні бойы ұйықтай алмадым. Орман, қабандар, мылтықтың дауысы, Дерсудың айқайы. Ол құлап жатқан бұтаның саясы көз алдыма елестеп кетпей қойды. Шошып орнымнан секіріп тұрып, бірнеше рет сыртқа шықтым. Сонан соң от жақтым да кітап оқып көрдім. Көп кешікпей көз алдымда кітаптағы сөздер емес, басқа суреттер тұрғанын аңғардым. Ақыры таң атты. Менің бақытыма кезекші аспаз оянды. Ол таңертеңгі тамақты дайындауға кірісті де, мен оған көмек көрсеттім. Таңертең Дерсу тәуір болды. Белінің ауруы мүлде басылыпты. Аяғым басып жүре бастапты. Бірақ әлі де басы ауыратынын айтты. Мен тағы да оны аттың біріне мінгіздім. Ванго өзенінің төменгі ағысында ескі қамалға, яғни аңдардың су ішуге келетін жолын бөгейтін дуалға кездестік. Оның кей жерін құлаған ағаштардан, кей жерін жас ағаштардан жасап, аңдар құлатып кетпеу үшін қадалармен бекітіпті. Әр жерден ашық жер қалдырып, сол араға терең бір ор қазып, бетін шөппен, қураған жапырақпен білдірмей бүркеп жауып қойыпты. Түнде су ішуге келген бұғылар дуалға килігіп, айналып өтем деп жүріп, орға құлап түседі екен. Мұндай дуалдардың ұзындығы кейде 10-даған шақырымға созылған, бойына қазылған 200-ге тарта ор болады. Ванго өзеніндегі дуал тастап кеткен ескі дуал екен. Қытайлардың оған көптен бері келмегені көрініп тұр. Бір орда жатқан бұғыны көрдік. Сорлы хайуан шамасы бұдан 3 тәулік бұрын құлаған сияқты. Біз тоқтап, оны қалай құтқарып жіберудің амалын ойластырдық. Казактардың бірі орға түспекші болып еді. Дерсу түспе деп ақыл берді. Бұғының өзі де өліп, орға түскен адамның аяғында сындыруы мүмкін еді. Сонан соң біз арқанмен шығарып алмақ болдық. Солай еттік те, 2 тұзақты бұғының аяғынан түсіріп, 3-ші тұзақпен басынан іліп сыртқа тартып шығардық. Ол буынып қалған сияқты еді. Бірақ тұзақты босата бергенде кірпігін қаға бастады. Аздап ентігін басқан соң бұғы түрегелді де тәлтіректеп жүре бастады. Орманға жақындай бергенде бұлақты көріп, бізге алаңдамастан суды құнығып іше бастады. Дуалды тастап кетерде орларды топырақпен бітеп жаппағаны үшін Дерсу қытайларды қатты сөгіп келеді. 1 сағаттан кейін дуал иелерінің фанзасына да жеттік. Дерсу өзі барып дуалды бұзбақшы болып еді. Бірақ мен оған жатып,
Ертеңге дейін тынық деп ақыл бердім. Өзім түстен кейін Қытайлардың бәрін жұмысқа шығардым да барлық орды қатты қадағалап көмдіруді казактарға тапсырдым. Қас қарайғанда қайтқан казактар 3 ордан 2 бұғының елігі мен бір тірі елік тауып алғандарын айтып келді. Ертеңінде күні бойы сол арада болдық. Ауа райы құбылмалы, көбінесе жауын шашынды болып тұрды. Жігіттер кірлерін жуып, киімдерін жамап, мылтықтарын тазалады. Дерсу бір жола айығып кетті. Бұған мен шексіз қуандым. Асудан асып, су ағысының бойымен жүріп отырып, күміс қия алқабының өзенінен шықтық. Бұл өзенде балық көп екен. Мергендер қармақпен балық аулады да, мен мылтығымды алып, тауды шолуға кеттім. Қас қарайғанша жүріп, ештеңе таба алмаған соң, өзенді жағалап кейін қайттым. Кенет бір шұңқырдан шалпылдаған дыбыс естілді. Ептеп басып қабаққа келіп, еңкейіп қарасам, 2 жанат ит жүр. Олар балық аулаумен қатты шұғылданып, менің келгенімді де сезбеді. Жанаттар алдыңғы аяқтарын суға малып тұрып, жанынан сумаңдап жүзіп жүрген ұсақ балықтарды аузымен қағып алмақшы болады. Мен оларға қарап көп уақыт тұрдым. Кейде олар кенет жалт бұрылып, жер теселерді көріп қалып, қабыл-құбыл жер қазуға кіріседі. Кенеттен біреу басын көтеріп, маған тесіле қарады да, шіңкілдеп үрген сияқты бір дыбыс берді. Артынша екеуі де шөптің ішіне кіріп, жоғалды да, судың маңына енді қайтып жоламады. Қосқа келсем, бәрі түгел жиналып отыр екен. Кешкі тамақты ішкен соң, әркім өз шаруасын істеді. Артынан шай ішіп, әркім өзі қалаған жеріне жатып, ұйқыға кетті. Ертеңінде күміс қия алқабымен тағы жүріп кеттік. Өзен құйылысына 2 шақырымдай қалғанда, сазды желдер басталды. Құм үйінділерінің арасындағы бөлініп қалған шалшық сулар бұрын теңіздің қай жерге дейін келгенін көрсетіп тұр. Құрғақ жердің көбеюіне өзен мен теңіз толқыны әкелген салындылар да әсер етіпті. Теңізден 1 шақырымдай жерде, құм жондарының арасында сақталып қалған ұзын бір көл, шамасы шығанақтың ең терең жері болған сияқты. Қазір ол көлдің бетіне түгелдей шөп шығыпты. Көлде үйректер қаптап жүзіп жүр. Дерсу екеуміз құс атуға қалдық та, отряд ілгері қарай жүре берді. Көлде жүзген үйректерді атқаннан пайда жоқ еді. Өйткені қайықсыз бәрібір оны ала алмаймыз. Сондықтан ұшқан құсты аңдыдық. Мен бытыралы мылтықпен аттым. Дерсу винтовкамен атса да, ілеуде бірі болмаса мүлт жібермеді. Оның атқанын көріп, шыдай алмай мақтап жібердім. Менікі бұрын жақсы атқан, деді ол. Оқ теріс кету болмаған, енді аз-аз жаман. Осы кезде үстімізден бір үйрек жоғары ұша жөнелді. Дерсу дереу мылтығын көтеріп, басып салды. Оқ деген құс әуеде шыр көбірек айналып, зулап келіп жерге топ ете түсті. Мен біресе оған қарап, біресе үйрекке қарап, таң қалып тұрып қалдым. Дерсу қуанып кетті. Ол маған тауықтың жұмыртқасындай үлкендігіндей тастарды аспанға лақтыртты. Мен 10 тас лақтырып едім. Ол осы 10-ның 8-ін оқпен жарып түсірді. Дерсу өзіне өзі риза болды. Бірақ бұл оның даңғойлығы емес. Әншейін әлі де болса мергендікпен күнелте алатындығына қуанғаны еді. Біз көлдің жанында құс атып көп жүріп қалдық. Уақыт зулап өте берді. Алқап батып бара жатқан күннің алтын нұрына бөленді. Алдымызда жап-жалпақ болып 3 шақырымдай жерді алып, құм жоталары көлбеп жатыр. Алыста, көз ұшында, шөлде жүрген керуендей тізіліп, біздің отряд кетіп барады. Атқан құстарымызды тезірек жинап алып, біз де соңынан жөнелдік. Теңіз жағасына барып, керуеніміз тоқтады. Бірнеше минуттан соң-ақ түтін аспанға будақтады. Бұл қостағылардың жаққан оты. Жарты сағаттан кейін біз өз адамдарымыздың жанында болдық. Казактар теңіздің жарқабақты жағалауының жанындағы салынды ағаштардан жасалған кішкентай фанзаның қасына қонған екен.
Ол Фанзада таяз судан жеуге жарайтын қауашақтар аулап кәсіп ететін 2 Қытай тұрады екен. Олардай дархан, олардай меймандос адамдарды мен еш жерден кездестірмедім. Осы сапарда бәріміз де қатты шаршадық. Сорыма қарай мен өкшемді қажатып алыппын. Тынығу қажет болды да осы араға еру жасауды ұйғардым. Түнде ауру аяғым көз іліндірмеді. Сондықтан таңның атқанына қатты қуандым. От басында отырып табиғаттың оянуын бақылаумен болдым. Бәрінен бұрын қарабайлар оянды. Олар сірә тамақ іздеп шықса керек. Теңіздің үстімен асықпай баяу ұшып, бір жаққа қарай бет алды. Шөпті көлдің бетінде топ-топ үйректер қаптап жүр. Теңіз беті, жер үсті, аспан асты, бәрі жым-жырт. Дерсу өзгелерден бұрын тұрып шай қойды. Бұл кезде күн шығып келе жатқанды. Күн бейне бір жаны бардай-ақ судан бір шетін ғана шығарып біраз сығалап тұрды да, сонан соң көкжиектен қашықтап аспанға қарай өрлей берді. Қандай тамаша, деп таңырқадым мен. Оныкі ең басты адам, деп жауап берді Дерсу күнді нұсқап. Оныкі құрыса бәрі түгел құриды. Біраз үндемей тұрды да қайта сөйлеп. От пен су, оларда ең күшті адамдар. От пен су құрыса, онда бәрі бірден бітеді, деді ол. Оның осы айтқан қарапайым сөздерінде анимизм көп болғанымен көп мағынада бар еді. Біздің әңгімемізді естіп, мергендер де ояна бастады. Мен күні бойы қоста отырдым. Мергендер де дем алды. Тек анда-санда ғана қостан ұзап кетпеді ме екен деп аттарды қарап келіп отырды. Ауа райы бұл күндері құбылмалы болды. Батыстан өкпек жел есті. Түн салқын тартты. Күз жақындап келе жатқанды. Көп ұзамай аяғым жазылып, сапарға шығуға мүмкіндік туды. Тютюхэ өзенінің теңізге құятын жерінде не шығанақ, не бұға жоқ. Тек қана жағаның кішкене ұңғысы бар. Су ағысы көптеген теңіз шөптерін сонда ығыстырып әкетіпті. Мұндай шөп үйінділері қашанда әртүрлі жылқышы құстарының мекені болады. Алдымен менің көзіме құмда жылдам жүгіретін Шығыс Сібір жылқышысы түсті. Бұлар толқынға қарамастан су ішінде жүр. Олардың қасында шөп жейтін кішкентай жылқышылар бар. Бұл қызыл сирақ момон құстар шағын-шағын топ болып шөп арасында жем іздеп жүр. Кісі жақындай бергенде олар үрейленіп, шуылдап, орындарынан ду көтеріліп, әуелі теңізге қарай ұшты. Одан бір жаққа кенет жалт бұрылып, біреу бұйрық бергендей-ақ, бәрі бір дүркінде жағаға қайта қонды. Теңіз шөбі мен құм танаптары кезектесіп отырған жерде уссури зуйкаларын көруге болады. Бұл әдемі құстар тастар мен қауашақтардың астынан көздерін алмай бірдеңе іздеп жүр. Кейде суға да түсіп кетеді. Күшті толқын жағалауға ұрғанда олар қалықтап ұшып, толқын басылғанда қайта қонады. Теңіз бетінде әрірек тынық мұхиттың қарабайлары жүр. Олар өте тереңге сүңгіп кетіп, әлден уақытта алыстан барып шығады. Теңізде шағалалар қаптап жүр. Оның ішінде ерекше көзге түсетіні Шығыс Сібірдің күлегеш шағаласы. Олардың суға шүйіліп түскен сайын шынында да адамның күлкісінен айнымайтындай сықылықтаған дауыстары естіледі. Шағалалар кезек-кезек судан көтеріліп, бірінен бірі асып ұшып барады да қайта қатарласа қонады. Сол кезде біріне бірі тұмсығымен шоқып қалып, аулаған жемін тартып алуға тырысады. Арғы бетте, өзеннің дәл сағасында екі су бүркіт жоғары қалықтап ұшып жүр. Олар жеміне қадала қарап жүріп, бір кезде уәделесіп қойғандай қатарласа жағаға шүйілігеді. Қарғалар, шағалалар мен жылқышылар олармен егесе алмай орындарынан ығысып кетеді. Теңіздің жағасында бірнеше күн тыныққаннан кейін экспедициямыз екіге бөлінді. Дерсу екеуміз 4 казакпен бірге Тютюхэ өзенінің бойымен жоғары өрледік. Қалғандарына теңіз жағалауын
зерттеу ісі тапсырылды. Біз жүрген кезде кета деген балықтың теңізден Тютюхы өзеніне өтіп уылдырық шашқан кезі еді. Салмағы 3 килограммнан 5 килограммға дейін баратын мыңдаған балық өзенді шалқылатып, жоғары өрлеп, жиекке қарай ұмтылады. Әлде қандай бір күш оларды су ағысына қарсы беттеп, кедергіні жеңуге жетектейді. Уылдырық шашатын кезде кета балығы ештеңе жемейді. Теңізде бойына жинаған тіршілік нәрімен қоректенеді. Жоғарыдан, өзеннің жар қабағынан су ішінде не болып жатқанын айқын көрінеді. Балықтардың көптігі сондай, кей жерлерде өзеннің түбі көрінбей кетеді. Кетаның босағаға тастардан өтуін бақылап тұру қызығақ. Кета ирелеңдеп, бір жағынан екінші жағына аударылып, дөңбекши жүзеді. Сонда да алға өрлейді. Өзеннің сарқырамасына кездескенде ыршып тасқа жабысуға тырысады. Жараланып, азаптанып барып, кета өзеннің бас жағына жетеді де, ұрпағын қалдырып, өзі өледі. Ал оның орнына теңізден, нақ бір аттанысқа шыққандай, басқа үйірлері дамылсыз келіп жатады. Әуелі біз балықты қомағайлана жеп едік, бірақ кешікпей жүрекке тиіп, бет қаратпады. Теңіздің жағасында ұзақ тыныққан соң, адамдар да, аттар да ықыластана жүрді. Алыстағы таулар кешке қарай көкшіл тұманға оранды. Кеш таяп келеді. Аздан соң айналада түгел тыныштық орнайды. Бірақ қараңғы түскен сайын маңайда белгісіз бір дыбыстар қаптап кетті. Адамның дауысы, темірдің шыңылы естілді. Кейбір дыбыстар алыстан шығады, ал кейбіреулері тіпті жақындан естіледі. «Бұл не, Дерсу?» деп Кольттан сұрадым. «Маңзылар шошқа қуады», деп жауап берді ол. Мен оған түсінбей, қытайлар түнге қарай шошқаларын қорасына қамайды екен деп қалдым. Дерсу бұл ойыма қарсы болды. Оның айтуынша, жүгері мен бақшаларын жинап алмай жатып, ешкімде шошқаларын босатпайды екен. Біз ілгері жүрдік. 20 минуттан кейін фанзалардан, қашықтау жерден, оның сырт жағынан от көрінді. «Маңзылар шошқа қуады», деді тағы да Дерсу. Мен тағы да оған түсінбей қалдым. Ақыры біз жартастардан айналып өтіп, жазыққа шықтық. Дыбыстар белгілі бола бастады. Бір Қытай әлдекіммен керілдескен адамша айқайлап, әлсін-әлі жезлегенді таяқпен қағады. Отрядтың келе жатқан дыбысын естіп, ол бұрынғыдан бетер айқайлап, соқпаққа жақын жерге үйілі тұрған ағашты өртей бастады. «Тұра тұр, капитан», деді Дерсу. «Бұлай бару жаман, оныкі атып жіберуі мүмкін. Оныкі ойлайды, біздікі шошқа екен деп». Мен түсіне бастадым. Қытай бізді жабайы шошқа деп ойлап, шынында да мылтық атуы мүмкін еді. Дерсу бірдеңе деп айқайлады. Қытай іле жауап берді де, алдымыздан жүгіре шықты. Біздің келгенімізге оның бір жағынан қорқып тұрғаны, екінші жағынан қуанып тұрғаны байқалады. Мен осы араға қонуға ұйғардым. Казактар аттардың жүгін түсіріп, шатыр тігуге кірісті де, фанзаға кіріп, қытайлардың хал жайын сұрадым. Олар өз тағдырына наразыланып, 3 түн қатарымен қабандар келіп, егіндері мен бақшаларын ойрандап кеткенін айтты. 2 тәуліктің ішінде қабандар бақшалардың көкөністерін түгел дерлік құртыпты. Жалғыз-ақ жүгері қалыпты. Қытайлар жүгерінің маңында күндіз жабайы шошқалардың жүргенін көріп, енді олардың түнде қайта келетініне күмәнданбай отыр екен. Қытайлар менің әуеге мылтық атуымды өтініп, ол үшін ақша төлеуге уәде берді. Сонан соң ол фанзадан жүгіріп шығып, тағы да айқайлап, легенді ұрғылай бастады. Алыстан, таудың арғы бетінен оған 2-ші Қытай, онан әрі 3-ші Қытай үн қосты. Бұл қым-қиғаш дыбыстар алыпты жаңғыртып, түнгі тынық ауаны тылықсытып барып сіңіп жатты. Кешкі тамақты ішкен соң біз аң ауламақшы болдық. Әбден қас қарайған кезде Қытай жүгіріп барып, жүгерінің айналасына от жақты. Мылтығымызды алып, Дерсу екеуміз аңға шықтық.
Қытай да бізге ерді. Ол айқайлауын қоймайды. Сонан соң Дерсу оған: айқайлағаның қабандарға бөгет болмайды. Олар бәрібір егінге келеді, деді. Бірнеше минуттан кейін біз жүгерінің жанына келдік. Мен жүгерінің бір жағындағы түбірге отырып, Дерсу екінші жағына отырды. Аңдуға кірістік. Оттың түтіні будақтап көкке шалқиды. От сәулесі бір орында тұрмай жан-жаққа түсіп, жүгеріні, шөпті, тасты, таяу маңның бәрін жарық қылып тұр. Көп күткеніміз жоқ. Егіннің арғы жағынан, біздің дәл қарсы алдымыздан бір дыбыс естілді. Ол бірте-бірте күшейе берді. Адамның барын сезген қабандар ыза болғандай шөпті аяқтарымен жапырып, қоршылдап келеді. Қытайлардың айқайына, жанған отқа қарамастан, жабайы шошқалар жүгеріге тура беттеді. 1-2 минуттан кейін олар тіпті жақын келді. Алдыңғылары жүгеріні жейде бастады. Бір мезгілде екеуміз қатарласа атып жібердік. Дерсу біреуін, мен біреуін сұлаттым. Қабандар кейін серпілді. Бірақ ширек сағаттан соң жүгеріге қайта келді. 2 мылтық қайта тарс етті. Тағы да 2 шошқа құлады. Біреуі аузын ашып бізге қарай ұмтылып еді. Дерсу екінші рет атып, табанда сеспей қатырды. Қытай оттың шоғын алып, шошқаларға лақтырып жүр. Мылтық үсті-үстіне атылғанымен болмады. Қабандар бейне бір шабуылға шыққандай үсті-үстіне келе берді. Мен өліп жатқан аңдардың жанына барғым келіп еді. Бірақ Дерсу бұл өте қауіпті. Олардың ішінде жараланып, тірі қалғандары да болуы мүмкін, деп мені жібермеді. Тағы біраз уақыт тосқан соң Фанзаға барып шай іштік те ұйықтадық. Бірақ түні бойы Қытай айқайлап, жезлегенді ұрғылап, жөнді ұйқы бермеді. Сағат 9-дың шамасында оянып, қабандардың жайын сұрап едім. Дерсу түнде біздің 5 қабан өлтіргенімізді айтты. Біз кеткен соң қабандар тағы да егінге келіп, қалған жүгеріні тегіс ойрандап кетіпті. Қытай қатты қайғырулы еді. Біз жолға жалғыз-ақ қабан алдық та қалғанын тастап кеттік. Қытайлардың айтуларынша бұрын қабан аз екен. Соңғы 10 жылдың ішінде олар өрбіп, егер жолбарыстар жемесе бүкіл тайгаға қаптап кететін түрі бар көрінеді. Қытайлармен қоштасып, біз өз жөнімізге жөнелдік. Түс кезінде Дерсу екеуміз бұрынғысынша алға түсіп жүріп кеттік. Өзеннің арғы бетіне шыққан соң соқпақ аздап қияға өрледі. Сол арада отырып дем алдық. Мен етігімді шештім. Қайта киюге кірістім. Дерсу шылым тартуға айналды. Ол кальянын аузына апара беріп, кенет тоқтай қалды да орман ішінде бір жаққа қадалып қарай қалды. Аздан соң ол күліп: «Қуын қарашы, оны-мұны түсінеді», деді. «Кім?» деп сұрадым мен. Ол үндемей қолымен көрсетті. Сол жаққа қарап едім, ештеңе көрінбеді. «Жерге қарамай ағаштың басына қара», деді Дерсу. Байқасам, бір ағаш селкілдейді. Бейне біреу әдейі сілкіп отырғандай. Біз түрегелдік те ақырын жылжып жанына жақындадық. Сөйтсек ағаштың басында бір ақтөс аю еменнің жаңғағын шағып отыр екен. Ақтөс аюлар қоңыр аюлардан кішірек болады. Олар өздерінің апанын кәрі теректің қуысына жасайды. Қыстыгүні ерте жатып ұйықтайды. Ағаштың жоғарғы жағынан кеміріп, дем алатын кішкене тесік шығарады. Қыста сол тесіктің айналасына қырау тұрады. Ағаштың қуысынан аңның барын аңшылар осы белгіден біледі екен. Аюға 100 қадамдай таяу келіп байқап тұрдық. Маймақ ағаштың ең жоғарғы басына шығып, өзіне қойма сияқты бірдеңе жасап алыпты. Ол өрлеп шыға алмаған бұтақтардың басында көп жаңғақ қалған екен. Аю ағашты қатты сілкілеп қозғайды да жерге қарайды. Оның есебі дұрыс сияқты. Жаңғақтар піскенімен әлі де өздігінен үзіліп түсе қоярлық емес еді. Әлден уақытта аю төмен түсіп,
шөптің арасынан жаңғақ іздеуге кірісті. «Сенікі қандай адамдар?» деп Дерсу оған айғай салды. Аю жалт қарап, құлағын тігіп, дамылсыз искелей бастады. Біз тырп етпедік. Аю жайлап, қайтадан жеміне кірісе беріп еді. Дерсу ысқырып қалды. Аю артқы аяқтарымен түрегелді де, ағаштың ар жағына тығылып тұрып, сыңар көзімен ғана сығалап қарады. Бұл кезде жел біздің сырт жағымыздан соғып еді. Аю иісімізді сезіп, ырылдап, құлағын жымитты да, алды-артына қарамастан қаша жөнелді. Біраздан соң аттар мен казактар да жетті. Кешке тамақты ішкен соң бәріміз оттың басында әңгімелесіп отырдық. Бір кезде қасымыздан ақшыл сұр бірдеңе қалықтап, ақырын ұшып өтті. Мергендер оны үлкен құс деп еді. Мен оны үлкен жарғанат болар деп ойладым. Бірнеше минуттан кейін әлгі ғажайып зат қайта келді. Ол қанатын қақпай төмен қарай еңкейе, көлбей ұшып барып, ағашқа қонып, жоғары өрлей бастады. Оның түсі ағаштың қабығының түсі сияқты. Егер қозғалмаса, мүлде айыру қиын. 6 метрдей жоғары өрмелеп шықты да, тапжылмастан жабысып тұра қалды. Мен қолыма бытыра мылтықты алып атайын деп едім. Дерсу атқызбады. Ол жіңішке шыбықтарды жылдам кесіп алып, оны ұзын таяққа сыпырғыш сияқты етіп саптады да, оттың жарығын қалқаламайтындай етіп ұстап ағаштың жанына келді. Аңның көзі отқа шағылысып, бір орнынан қозғалмай тұра берді. Дерсу сыпырғышты жоғары көтеріп, онымен аңды ағашқа жабысыра қысты да, сыпырғыштың сабын бір казакқа ұстатып қойды. Ал өзі жоғары өрлеп, төменгі бұтаққа барып отырды да, шүберекпен жапқандай олжасын сыпырғышпен бастыра қойды. Кішкентай аң қорыққаннан шиқылдап тыпырлай берді. Бұл ұшар дейтін кеміргіштер тобына жататын тиін нәсілдес ұсақ аң екен. Алдыңғы аяқтары мен артқы аяқтарының арасында екі жақ бүйірінде созылмалы жарғағы бар. Бір ағаштан екінші ағашқа секіргенде, осы жарғақ оның құстай ұшуына мүмкіндік береді. Ұшардың өне бойы жұмсақ, жібек тәрізді ақшыл сүр жүнді қаптаған, құйрық жүні екі айырылып тұрады. Ұшар бүкіл Уссури өлкесіне молынан тараған. Ол қайың мен көктерегі бар аралас ормандарда жүреді. Мергендер ұшқыш хайуанды айнала қоршап тамашалай қарады. Әсіресе басы мен ұзын мұрты түнде жарықты көруге бейімделген екен. Қара көздері өзгеше еді. Бәрі көріп болған соң Дерсу оны жоғары көтеріп алып, дауыстап бірдеңе деді де қоя берді. Ұшар жер бауырлай төмен ұшып, қараңғыға сүңгіп жоқ болды. Мен Гольдтан неге жібердің деп сұрап едім. Оныкі құс емес, тышқан емес, оны өлтіру керек жоқ деп жауап берді. Бұл туралы Дерсумен көп әңгімелестік. Ол маған басқа хайуандар туралы да әңгіме айтты. Сенің ойыңша ең зиянды хайуан қайсысы деп сұрағанымда, Дерсу ойланып барып, көртышқан деді. Көртышқанның басқалардан гөрі зиянды болуы қалай деген сұраққа ол: солай, ешкім оны ату жоқ, ешкім оны жеу жоқ деп жауап берді. Дерсудың мұнысы көртышқан пайдасыз, түкке керексіз мақұлық дегені еді.